Комсомол колхозының дамуына көп еңбек сіңірген адамның біреуі Файзрахман Шалабаев. Малды асылдандырып, сапасын өсіру тікелей осы Файзрахман ағаның еңбегі. 1929 жылы Файзрахман Шалабаев Ленинградта рабфакты бітірген. Осы рабфактың мына құжатын оқиық. 5 июнь 1929 жыл дейді, номер 1341. Свидетельство выдано, настоящее свидетельство Шалабаеву Файзрахману Умаровичу, рабочим факультетом Краснознаменного Балтфлота при Ленинградском государственном университете в том, что Шалабаев окончил полный курс означенного рабочего факультета по уклону и согласно положению о рабочих факультетах, имеет право поступления во все вузы республики без проверочных испытаний в вузах по разверстке мест, предоставленных отделу рабфаков дейді. Ленинград университетінің жанындағы рабфак екен, осыны бітірген Файзрахман ағамызға сол кездегі кеңес үкіметінің кез келген институтына, жоғарғы оқу орнына экзаменсіз түсуге құқық беріп отыр осы документ. Рабфакты бітіргеннен кейін Файзрахман ағамыз Ленинградтың аграрлық институтын бітіріп, зоотехник селекционер мамандығын алып шыққан. Барлық жұмыс істеген жерлерінде білімін пайдаланып, малды сұрыптау ісінде үлкен жетістіктерге жеткен. Жұмыс істеп қана қоймай, газет журналдардың бетіне үнемі мақалалар жазып, малды бағып күтудің барлық этаптарын, малды сұрыптау жұмысының небір сырларын насихаттауға көп еңбек сіңірген. Еңбек ескеріліп, Қазақ СССР жоғарғы советінің 60 жылғы 4 майдағы указы бойынша баспасөз жұмысына белсене араласқан үшін деген грамотасымен марапатталған. Сұрыптап шығарған асыл тұқымды малдары облыстық көрмелерде бірнеше дүркін жеңімпаз болған. Комсомол колхозының табыс көзінің біреуі облыстың басқа колхоздарына асыл тұқымды мал сату осы Файзрахман Шалабаевтың тікелей еңбегі. Облыстық екпінді газетінің 11 ноябрь 54 жылғы нөміріне шыққан мына фотоға қарайық. Ақсуат ауданындағы Комсомол колхозының қой фермасының таңдаулы шопаны А. Жақманов биылғы жылы әрбір 100 аналық қойдан 125 қоз алды. Қой шаруашылығын өркендетудегі табыстар үшін ол облыстық ауыл шаруашылық көрмесіне қатысты. Суретте Жақманов жолдас, оның өсірген Еділбай тұқымды қошқарының тірідей салмағы 115 килограмм. Суретті түсірген А. Рылеев. Осы сияқты малдар Файзрахман Шалабаев ағамыздың еңбегінің куәлігі. Тағы да Биғазы Мөдиұлы ағамыздың Жақсытан шарапат кітабынан үзінді оқи кетейік. Асыл тұқымды малға байланысты. Кітаптың авторына бала кезінде, енді бұл 50 жылдары нағашылары бір қозы сыйлайды. Ол жай қоз емес, қоңыр қоз деп атайды өздері. Бір керемет асыл тұқымды. Енді соған байланысты бұл ақиға. Осыны балалар еркелетіп өсіріп, жақсы көріп, сүзісіп ойнап, сондай бір қызық қып өсіреді енді. Бұл қозы үлкен, жақсы қошқар болып шығады. Сол кезде неше түрлі қылықтары болады. Бұл кісілермен бірге малды бағысып, ит сияқты бірге жүреді. Малды бағысып, бөтен адам келсе, соларды сүзіп, ол кезде өкілдер келіп ауылды тексереді. Сонда бір елдер понимаешь деп атап кеткен бір жаман кісі болады, өкіл. Сол бет албаты жиналыстар өткізіп, одан үйге кіріп тамақ ішіп, одан қалса қыздар мен келіншектерге қырындап, әйту жаман қылықтармен ғана көрінеді. Сол бір күні қой күзететін бойжеткен қыз Күләй мен Ерғазының келіні Бәтей тәтей болатын. Бәтей тәтей күлкіні өз іздеп жүретін әзілқой қалжыңбас адам. Ол кісінің сырын білмейтін адам сөзін шын көріп сеніп қалатын. Сол кісімен әлгі өкілім қалжыңдаған болып бір күні кешке саған қой күзетісуге барам десе, баяғыдан солай демейсің ба? Келсең кел, тек білдірмей жалаң аяқ, жеңіл киініп кел депті. Осыған шын сеніп қалған өкілім ел ұйықтадау деген мезгілде арқасына кителін ғана жамыласап, жалаң аяқ жалаң бас қой шетін айналып
баспақтап, дірілдеп, қалшылдап келе жатады. Қоңырқозы әрқашанда күзетшілердің жанында жататын, бауырында байланған күйегі бар. Бәтен апай өкілдің келе жатқанын біліп, әу деп айғайлап, әдеттегісінен қаттырақ әдей дыбыс көтеріп, қой шетінде анадайда жүреді. Ол кезде Қоңырқозы келе жатқан адамды сезіп, бәлем, қолыма түстің бе дегендей, орнынан ширатылып атып тұрып, атылуға дайын тұрады. Өкіл қозының бұл айбарына мән бермей, жанынан ақырын басып, еңкейіңкіреп өтіп кетеді. Осы кезде қозы шегіншектеп барып, күш алады да еңкеңдеп бара жатқан өкілдің арт жағынан періп өтіп, жалпасынан түсіреді. Бәтен мен Күләй дыбыс шығармай күлкіге қысылып, түк білмеген адам болысып, өкілдің қасынан кері айналып өте шығады да жайларымен жүре береді. Өкіл не болған түсінбей тырмаңдап, қайта тұрып әйелдерге қарай ұмтылам дегенде, осыны күтіп тұрған Қоңырқозы қайта періп өтеді. Басқа шара таба алмай, өкіл қойды айнала үйге қарай қашады. Қоңырқозы ентелеп соңынан қалмай қуа жөнеледі. Үйге кіріп кетейін десе, есік алдынан атамның діңдей екі төбет ырылдап қарсы алады. Сасқалақтап жүргенде жамылыш еткен кителінің де қайда қалғанын білмейді. Сонымен барар жер басар тау қалмай, үйдің іргесінде үйіліп тұрған қанар-қанар жүннің үстіне шығып кетіп, өзінше пана тауып есін жинайды. Бірақ күздің салқын түні іш киіммен ғана қалған өкіл қалшылдап тоңа бастайды. Жан-жағын тырмалап жамылар, ештеңе таба алмайды, не дыбыс шығара алмайды. Қанарларды қоршай жатып алған екі ит пен қозының кететін түрлері жоқ. Не оларды жасқандырып кет деп айта алмай, таң атқанша қалшылап, тісі-тісіне тимей отыра береді. Атам ерте тұрып, үйден шыққанда иттер қанарға қарап үріп дыбыс береді. Қараса, қанардың үстінде бүрісіп өкіл отыр. Атам бірден не айтарын білмей аңырайып қарап тұрса, аузы сөйлеуге келмей тұрған өкіл өзінің қатыгездігін сонда да ұмытпай, «Ей шал, понимаешь», қолдарын шұқшитып, «алдымен мына пәлелерден құтқар, понимаешь, сонан кейін менің киімдерімді әкеп бер, понимаешь». Атам өзі құтыла алмай жүрген өкілдің ауқымын сезді де, бір ауыз тіл қатпастан оның сырын біле қойып, ішінен күліп, балаша қимылдап, қозыны белдеуге байлап, иттерді қуалап, анадайда шаң-шаң болып жатқан кителін, үйдегі киімдерін, атын да тез әкеп, ерттеп, алдына көлденең тарта қояды. Өлімнен ұят күшті болып, понимаешь, өкілім, ел тұрып оянғанша енді бұл ауылды көрместей болып, атына мініп артық кетеді. Қозының арқасында осылай аяқ асты бір өкілден құтылғанымыз есімде. Сол күні күллі ауыл осы әңгімені неше қайтала айтқызып, мәз болысып, жоспарларын артығымен орындап, күзем алу науқанын тәмамдаған еді. Осы айтып отырған оқиға Жаңа Несіп колхозында болған. Бұл колхоз Боғас өзенінің бойы қазіргі Кіндіктіге кетіп бара жатқан жолда Боғастың қиылысатын жерінде болған ғой. Ары қарай осы Қоңырқоз туралы тағы бір жерінде көп кісілер отырады. Соғыстың барысы жайында, күллі ел шаруашылығы жайында көңіл көтерілетін талай-талай әңгімелер айтылып жатты. Арасында менің Қоңырқозымның да іс-әрекетін айтып ел күлісіп жатыр. Аудан орталығынан келген көпшілікке танымал, адамға өте жылы шыраймен қарайтын, өңі ашық, салихалы, мал маманы, ғалым, ауданның бас зоотехнигі Ақсуатта, оның ішінде Комсомол совхозында Еділбай тұқымды қойды өсіруге көп еңбек сіңірген Шалабаев Файзрахман аға төрде, атамның қасында отырған. Қоңырқозыға көзі бірден түскен екен. Атамнан ол жөнде сұрай келе, асыл тұқымды мал екенін айтып, атамның мал танығыштығын айтып, ақырында берсе колхозға сатып алатынын айтып, қолқа сала бастады. Бірақ атам, бауырым Файзрахман, оның ұрығын мен шашып жібереді дейсің ба? Бәрібір осы табынның ішінде жүрмейме деп маңайлатпады. Ол кісі де асатпай жатып құлдық дегісі келмеді ме? Кейін ойланыңыз ақсақал деп тына қалды. Міне Файзрахман аға осы бір дәлелі, ел-елді аралап, асыл тұқымды мал іздеп, соның бәрін колхоздың жұмысына пайдаланған ғой. Сұрыптап, асылдандырып,
бұл жөнінде өте үлкен жетістіктерге жеткен. Соның бір мысалы осы жұмыстың. Файзрахман ағамыздың жолдастарының ішінде мынадай адам болған. Алексей Иванович Козлов деген. Туған жылы 11-ші жылы Санкт-Петербург дейді, 82-ші жылы қайтыс болған Москвада. Мемлекеттік қайраткер, кеңес өкіметінің животноводство, то есть мал шаруашылығы министрі болған 46-47 жылдары, ауыл шаруашылық министрі болған 53 жылы. Содан кейін министр совхозов СССР дейді 53-55 жылдары. 55 жылдары бұл кісі Хрущевтің кезінде қудаланып, Маленковтың адамы болған ғой, былайша айтқанда. Сталиннің, Маленковтың жұмысты жүргізе алмады деген желеумен осы біздің солтүстік Қазақстан облысына совхоз директоры қоя берген. Сол артта қалған совхозды қайтадан көтеріп, қайтадан барып Москвада Ленин орден алған. Осындай адам енді. Бұның әйелі Кудрявцева деген кісі, ол да Файзрахман ағамен бәрі бірге оқыған Ленинградтағы институтты. Осы кісілер хат жазысып, бір-бірімен араласып, кейін Файзрахман ағаның балалары Москвада ана кісілердің үйлерінде де болып, сондай аралас болған адамдар. Сол кісілердің бір жазған хатын көрсете кетейін. Бұл жерде енді әйелі жазып отыр, Клавамын дейді. Файзрахманчик деп еркелетіп сөйлегеннің өзі, біз кешір, біз жас кезімізден бірге оқыдық қой, бірге болдық. Ең қиын және ең бақытты уақыттарымызды бірге өткізіп, бірге оқыдық қой деп басталады. Алексей Иванович, екеуміз өте қуандық сендердің жазған хаттарыңа деп. Мына жерінде Алексей Иванович работает директором совхоза, а я старшим зоотехником-селекционером. Путь прошли немалый, жили по-всякому, но до сих пор старый комсомольский задор не покидает нас двоих. Спасибо тому трудному времени, которое воспитало в нас всегда видеть перспективу, к которой мы всегда стремились и стремимся с большим энтузиазмом. Алексей Иванович совхоздың директоры, а мен зоотехник-селекционер болып істеп жатырмын дейді. Бірталай өмірден өттік дейді, бірақ әлі сол жастық шағымыздағы, бойымыздағы жігерді жоғалтпай, алдымызға қойған мақсаттарға келе жатырмыз дейді. Үлкен үмітпен. Совхоз үлкен дейді. 44 мың гектар жері бар. 16 мың қара малы бар дейді. Құстардың саны 100 мың дейді. Осы 4,5 жыл болыпты осы жерде істегендеріне. Басында убыточный совхоз қабылдап, қазір рентабельный қылдық дейді. Бірақ бұл кісінің айтатыны, күйеуі Алексей Иванович Козлов өте қатты жұмыс істейді. Елге де маза бермейді, бізге де маза бермейді, кейбір адамдарға ұнамайды дейді. Жұмыс істегісі келмейтін кісілер болады ғой арасында, соларға ұнамайды дейді. Мен де айтам дейді, біраз ақырындат, бірақ бұл кісі ақырын жұмыс істей алмайды дейді. Солай жүріп жатырмыз. Семьяларын қалай деп сұрап жатыр. Бізде бәрі жақсы дейді. Содан кейін бәріне сәлем айтып жатыр енді былайша айтқанда. Сонда бұл кісінің аты жөні Клавдия Ильинична Кудрявцева екен. Осы Файзрахман ағамен бірге оққан сияқты сөзіне қарағанда. Өйткені бұл кісі де зоотехник-селекционер екен. Істеп жатқан жеріміз дейді, ең астында солтүстік Қазақстан облысы, Булаев ауданы, зерносовхоз Чистовский дейді. Міне осы жерде Козлов 5 жыл директор совхоза болды, одан кейін қайтадан Қазақстанның өзінде үлкен қызметтерге көтерілді, бірақ бұрынғыдай ауыл шаруашылық министрі сияқты үлкен дәрежеге жеткен жоқ әрине. Міне Файзрахман ағамыз осындай кісілермен терезесі тең болып араласып жүрген. Бұл жерде енді сұрақтар тууы мүмкін. Неге бұл Алексей Иванович Козловтың өзі жазбайды, хатты әйелі жазған деп? Менің ойымша, бұлар өзі қудаланып кетті ғой Москвадан. 55 жылы кетіп, 60 жылдар жазылған хат. 4,5 жыл істедік дейді сол совхозда жаңа хаттың ішінде. Әрбір қадамы сырттан қадағаланып отыр ғой. Сақтық амалдарымен бәлкім әйеліне әти жаздырып отыр. Өйткені өзі ешкімге де жазбайтын шығар мүмкін. Енді біреу сұрайтын болса да айтады, әйеліммен бірге оқыған жолдастары, олар өзара хат жазысуға да болмай ма деген сияқты. Меніңше сондай саяси астар бар бұның ішінде. Менің ойымша, Файзрахман аға өте бақытты адам.
сол Ленинград институтын бітіргенде алған білімін іс жүзіне асырды. Одан үлкен бақыт болмайды адам үшін. Жеке өмірінде де Батиха тәте екеуі 10 бала тәрбиелеп, бақытты отбасы болды. Әгі төрттілігі сай дейді ғой қазақ. О жағы да жақсы болды өмірінің. Сондықтан осы ағамыздың өмірі мына болашақтағы жастарға үлкен өнеге болу керек. Осындай адамдардың өмірлері. Қазіргі уақытта қой үстінде боз торғай жұмыртқалаған заман, жұмыс істеуге болады, жұмыс істеу керек. Осындай ағаларымыз әр уақытта асқар таудай үлгі боп алдымызда тұрсын. Сіздердің тыңдағандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.